Сөз депутат Баққожаев Ана Сахатұлына беріледі. Көп рахмет, құрметті Дания Мадиқызы. Сауал премьер-министрге, құрметті Олжас Абайұлы. Біз Қазақстан фермерлерге өз шаруаларына шығындарын өтеп, көмектесіп, ақша беріп, субсидия беретін мемлекеттердің қатарындамыз. Құдайға шүкір, президентімізге рахмет, жыл сайын оның көлемі артуда. Бірақ Олжас Абайұлы байқасаңыз, 25 жылдың ішінде бірде-бір осы бір қарық болған жағдайды біз көріп тұрған жоқпыз. Фермерлердің еш қашанда көңілі толмайды. Неге? Оның әрине себебі бар. Біріншіден, біздің нормативтердің, субсидия бойынша берілетін нормативтер шын нарықтағы бағаларға сәйкес келмейді. Бірде аз, бірде көп, бірде тіпті жоқ. Қуаңшылыққа тап болатын өңірлердің, әсіресе Маңғыстау, Атырау, Қызылорда, Ақтөбе облыстарындағы шаруалардың әр уақытта осы сұрайтын нормативтері әртүрлі болып шығады. Бағыттардың өздері кейде қанағаттандырарлық жағдайда емес. Мәселен, солтүстіктегі қысы ұзақ өңірлердің өзінде өзінің спецификасы бар. Бірақ шаруалар әр уақытта сұрайды, оны естіп жатқан өкінішке қарай мемлекеттік органдар жоқ. Бүгінгі таңда шаруалар көптеген хат жазып отыр, ауыл партиясына хабарласып отыр. Міне, жақында ғана Атырау облыстан сұрап отыр, ірі сабақты мал азығына субсидия беруді қанша жыл біз қатарынан сұраймыз, неге осы мәселе шешілмейді деп жатады. Бұл жерде мен айтпағым, біз субсидия берсек те, оның көлемі ұлғайса да, мына нормативтері, оның бағыттары, кім алу керек, қанша алу керек, қандай жағдай алу керек, қандай критерийлері болу керек. Міне осыны әлі де мемлекеттік органдар қанағаттандырылып жатқан жоқ. Біздің ұсынысымыз қазіргі таңда осы шаруалардың өздері шешу керек. Міне кәсіпкерлердің осы 25 жылдың ішінде біз байқағанымыз өте сауатты кәсіпкерлер. Фермерлердің барлық экономикалық сауаттылығы бар. Өздерінде бухгалтерлік есеп қисаптары бар. Бүкіл шығындарын нақты санап, өздері дәлелдеп, өзара сала арасында өздерімен өздері шүйіркелесіп, нақты қандай субсидия қажет екенін өздері айта алады. Міне бүгінде 100-ден аса әртүрлі қауымдастық одақтар бар. Біздің Жигули ағамыз бастаған қауымдастықтың қатарында 60 мың шаруа бар. Міне осылардың бәрін біріктіретін бізде Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасы бар. Біздің ұсынысымыз осы Атамекен кәсіпкерлік палатасы осы институтты пайдаланып, нормативтерді, субсидияның қандай бағыттарда беру керек екен мәселесін осы институтқа, осы Атамекен кәсіпкерлер палатасына беру керек. Осы ұсынысты қарауды біз сұраймыз. Назарларыңызға рахмет.